Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі шолуда сіздерді осы аптадағы Қазновости ақпараттық порталында жарияланған маңызды жаңалықтармен таныстырамыз. Мемлекет басшысының өкімімен Марат Мұратұлы Ахметжанов Қазақстан Республикасы бас прокурорының орынбасары лауазымынан босатылып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің төрағасы лауазымына тағайындалды. Осы уақытқа дейін Қазақстанда 576.459 адам коронавирусқа қарсы вакцина салдырды. Елдегі мұнай кен орындары қызметкерлерінің 90% коронавирусқа қарсы егілуге үзілді-кесілді қарсы. Соның салдарынан теңіз кенішінде жаңа зауыттың құрылысы тоқтап тұр. Пандемия шикізаттың қымбаттауы және көлік шығындары елордада азық-түліктің қымбаттауына да себеп болып отыр. Павлодар облысындағы ауылдардың біріндегі қоқыс үйіндісінде елтаңба мен прокуратура тақтайшасы табылды. Құзырлы органдар мемлекеттік символ қалай қоқыс үйіндісінде пайда болғанын анықтап жатыр. Биыл Астана ардагерлеріне бір жолғы көмек көрсету үшін 127 миллион 500 мың теңге қаржы бөлінеді. Докторанттардың шәкіртақысы жыл сайын 15%-ға өсіп отырады және 2025 жылға қарай 260 мың теңгені құрайтын болады. Елімізде киіктердің санын анықтау үшін тікұшақпен әуеден санау басталды. Қазақстандықтар биыл мамыр айында 13 күн демалады екен, өйткені бұл айда 3 мереке қатар келеді. Әлемнен бірер ақпар. Небәрі 515 теңгеге баспана сатып алуға болатын әлемдегі 9 қаланың тізімі белгілі болды. Корея Республикасында Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған маркалар шығарылды. Оның бір бөлігі Корея Республикасындағы жалғыз марка мұражайының жинағына табысталды. Спорттан бір ақпар. Испанияның Реал Мадрид клубы футболдан УЕФА чемпиондар лигасында рекорд жаңартты. Ол өзінің тарихына аталған турнирдің жартылай финалына 14 мәрте шығып отыр. Осы және өзге де маңызды жаңалықтарды Қазновости ақпараттық порталынан оқи аласыздар. Келесі аптада кездескенше аман болыңыздар.